Айлар бойы 50-ден асқан қарапайым әйел Гүлжан ішінде бір нәрсенің өсіп жатқанын сезді. Бастапқыда бұл жай ғана іштің кебуі сияқты көрінген. Ол мұны газ немесе шектегі кінәрат деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе іші қатты шаншып, үнемі жүрегі айнып, іштей бір қысым пайда болды. Бұл ауру тек тәнін ғана емес, жанын да мазалай бастады. Дәрігерлер мұны түкке тұрғысыз нәрсе десе, көршілері жас ерекшелігіне балап басу айтатын. Бірақ кейінірек оның ішінен шыққан нәрсе тіпті хирургтың өзін бір қадам шегінуге мәжбүр етті. Бүкіл әлем күмәнданғанда Құдайдың шындықты көрсете алатынына сенесіз бе? Гүлжан әдеттегідей дүйсенбі күні жамбаста кір жуып жатқан болатын. Оның 54 жасындағы күнделікті тірлігі жалғыз серігіне айналған еді. Оның жесір қалғанына 10 жылға жуықтады. Ол қабырғалары шытынаған қарапайым үйінде жалғыз тұратын. Ауласында тауықтары, ал төрде өзіне мейіріммен қарап тұратын киелі белгісі бар еді. Сол күні күн ерекше ыстық болып, жамбастағы мұздай су жанына жайлылық сыйлағандай болды. Бірақ шелекті алуға еңкейе бергені сол еді, ішіне өткір ауырсыну сап ете қалды. Бұл бұрынғыдан өзгерек ауру еді. Бұл іштен жасалған соққы сияқты болды, кейінірек ол мұны біреу итеріп жібергендей сезінгенін айтты. «О, Құдайым!» деп сыбырлады ол қолын ішіне басып. Жамбасқа еңкейген күйі қатып қалып, ішіндегі қозғалысты сезді. Бұл жүрек айну, немесе іштің түйілуі емес, нағыз ішкі серпіліс еді. Бір нәрсе қимылдады, тірі бір нәрсе. Бұл мүмкін емес деді ол қорыққаннан көздері атыздай болып. Қасындағы орындыққа отыра кетіп, ішін екі қолымен қысты. Шашын ұйпалап, ақылға салып көрмек болды, бірақ ештеңе миына сыймады. Мүмкін мен жынды болып бара жатқан шығармын. Бұл шынымен болды ма, әлде елес пе? Содан соң бұдан да қорқынышты жайт есіне түсті. Оның етеккірі кешігіп жатқан еді, өте қатты кешікті. Мұны климакс, тоқтау кезеңі деп ойлаған, бірақ енді бәрі шатасты. Келесі күндері белгілер үдей түсті. Ол таңертең жүрегі айнып оянатын болды, іші қатайып ісіне бастады. Ал әлгі қозғалыс әсіресе түнде жатарда қатты білінетін. Масқара болам ба деп қорыққан ол, ешкімге тіс жармауға тырысты. Көршілерінің 50-ден асқанда Гүлжан 2 қабат болыпты, бұл құрт шығар деп күлгенін көз алдына елестетті. Дегенмен бір сейсенбі күні таңертең батылдығын жинап, аудандық емханаға барды. Кезекте тұрғандардың ішіндегі жалғыз ақ шашты әйел сол еді, айналасындағылардың сыбырласқанын, көзқарастарын сезіп тұрды. Гүлжан Иман қызы деп шақырды тіркеуші сәл мысқылмен. «Не болды?» деп сұрады ол. Гүлжан дауысын шығармай. «Ішім бір түрлі, бірдеңе қимылдайды, және етеккірім кешікті» деді. Тіркеуші қасын көтеріп жымиды. «Сізде жасқа байланысты тоқтау басталған ғой. Олай болуы мүмкін емес. Бірақ ішімде біреу қимылдайды, ант етемін» деді Гүлжан. Оны асығыс көрінген жас әйел дәрігерге жіберді. «Гүлжан Иман қызы, иә. Не сезініп жүрсіз?» Гүлжан жүрек айнуын, ішіндегі соққыларды, кешігуді, бәрін айтып берді. Дәрігер үнсіз тыңдап сосын күрсінді. «Гүлжан апай, ренжімеңіз, бірақ жасыңыз 54-те. Бұл гормоналды өзгеріс шығар. Жүктілік бұлай болмайды. Бірақ мен оның қимылын сеземін. Бұл менің ойым емес. Бұрын босандыңыз ба?» «Жоқ, ешқашан сәби сүйе алмадым». Дәрігер картасына қарап компьютерге бірдеңелерді жазып басын шайқады. «Күмәнді сейілту үшін қан тапсырып көрейік. Бірақ ескертемін, бұл іс жүзінде мүмкін емес. Мұндай жаста бұрын бала көтермеген адамның жүкті болуы өте сирек құбылыс. Ал ішіңіз қимылдаса, ол ішек шығар. Дәрігер, ішек адамды итермейді ғой», деп Гүлжан үнсіз қалды. Дәрігер жымиғанда жоқ, жауап та бермеді. Тек жолдаманы басып шығарып ұстата салды. «Зертхана көрші ауданда, нәтижесі 3 күннен кейін болады, бірақ қатты уайымдамаңыз. Сіздің жасыңыздағы әйелдерде мұндай жағдайлар жиі кездеседі». Гүлжан көзіне жас алып кабинеттен шықты. Оны тағы да ешкім тыңдамады. Үйге бара жатқанда әлгі қозғалысты тағы сезді. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдан да анық еді.
Бұл жай ғана психологиялық жағдай болуы мүмкін емес. Оның ішінде өсіп жатқан нәрсе шынайы болатын. Сол түні ол киелі суретінің алдында тізерлеп тұрып, ұзақ жылдар бойы жасамаған құлшылығын жасады. Егер бұл керемет болса, маған күш бер, ал егер жаза болса, жанымды тыныштандыр. Мені бұл ауырлықпен жалғыз қалдырма. Егер сізде өз денеңізде бір нәрсе сезіп, бірақ ешкім сенбеген сәттер болса, бұл туралы жазып кетіңіз. Жұма күні таңертең Гүлжан төсегінен қан ізін көріп, зәресі ұшты. Дірілдеген аяқтарымен әжетханаға барып отырды. Төменгі киімі суланған, қызғылт түсті сұйықтық етеккірге ұқсамайды. Сұйықтық басқаша, оғаш еді, ең қорқыныштысы ішіндегі терең түйілу мен жаңа қозғалыс болды. Ол айнадан өзіне қарады. Шаршаған жүз, бозарған тері және апталап қашқақтаған шындықты сіңген ішін көрді. Бұл жай ғана май емес, бұл бір нәрсенің өсуі еді. Бұл қалыпты емес. Бұл қалыпты болуы мүмкін емес деп күбірледі дірілдеген дауыспен. Жолдаманы қолына алып, жалғыз өзі көрші ауданға барып қан тапсыруды ұйғарды. Жол алыс, автобуспен 1 сағаттан астам жүру керек. Жолда жағдайы нашарлап қалама деп қорықты. Бірақ ұялатын уақыт өткен еді. Автобуста терезеге қарап, жүрек айнуын басуға тырысты. Терісі шымырлап, ішіндегі бір нәрсе сыртқа шығуға дайындалып жатқандай сезілді. Емханаға келгенде тіркеуші жолдамаға қарап, қабағын түйді. Аты жөніңіз? Гүлжан Иманқызы. Жүктілікке қан тапсыруым керек. Қыз қағазға күмәнмен қарап. Сіздің жасыңызда бұл сирек, бірақ көрейік деді. Гүлжан үндемей қолын созды. Иненің кіргенін де сезбеді, өйткені бұдан да қатты ауырсынуларды бастан кешіп жүрген еді. Нәтижесі бүгін кешке болады. Күтесіз бе? Күтемін. Мұнда қайтып келгім келмейді. Ол күту залында сағаттап отырды. Емделушілердің келіп кеткенін, күлкіні, принтердің дыбысын естіп отырып, өткенін еске алды. Жас кезінде бала армандағанын, сәтсіз талпыныстарды, жатыр атрофиясы деген суық диагнозды, жауапсыз қалған дұғаларын ойлады. Енді сол үмітін көмгенде ішінде бір нәрсе өсіп жатыр. Бірақ ол не? Егер бұл Құдайдың соңғы сыйы болса ше? Әлде өзінен де жасырған өткен күннің жазасы ма? Сағат кешкі 4-те оның атын атады. Тіркеуші жабық хат ұстатты. Мұны дәрігерге апаруымыз керек, бірақ. Нәтиже теріс деді ол іркіліп. Гүлжан таңырқап. Теріс? Иә, сіз жүкті емессіз. Сенімсіз бе? Әрине. Қаныңызда жүктілік гормоны жоқ. Бірақ шым жүрек айну, соққылар ше. Тіркеуші иығын қиған еткізді. Мүмкін психологиялық шығар немесе басқа бірдеңе. Терапевтке көрініңіз. Гүлжан емханадан төбесінен біреу ұрғандай болып шықты. Бұл миома немесе жай ғана газ жиналуы шығар. Сізді ертең таңертең шығарамыз. Гүлжанның төбесінен жай түскендей болды. Үйге шығару. Бірақ алдыңғы дәрігер ауруханаға жату керектігін, зерттеу қажеттігін айтқан еді. Ол ішімдегі нәрсенің қалай қимылдағанын өз көзімен көрді ғой. Ол кезекші дәрігер болатын, маман емес. Мен іш қуысын тексеретін топтамын. Сізді мұнда ұстап тұруға ешқандай клиникалық қажеттілік көріп тұрған жоқпын, деді жас дәрігер. Бірақ дәрігер, ішім ауырады, ол өсіп жатыр. Мен қорқамын. Ауырсыну психологиялық болуы мүмкін. Сіздің жасыңыздағы науқастар белгілерді жиі шатастырады. Ол Гүлжанның қарсылығын тыңдамастан шығып кетті. Осылайша бір аптаның ішінде Гүлжанды екінші рет ақ халаттылардың салғырттығы үнсіз қалдырды. Келесі күні мейірбике бірнеше дәрі мен жеңіл диета жазылған қағазды ұстатты. Егер ауырсыну күшейсе, жедел жәрдеммен қайта келіңіз. Ал ішімдегі нәрсені алып тастамайсыздар ма? Мейірбике көзін төмен түсіріп. Киіне беріңіз, Гүлжан Иманқызы, деді. Гүлжан дәлізде капельницасын сүйретіп келе жатқанда алдынан Нағима, Наташа шықты. Не болды? Неге сені шығарып жатыр? Үйге қайтарды. Шұғыл жағдай емес дейді. Нағима ашуын жасыра алмады. Олар суреттерді көрді, онда бір маңызды нәрсе бар екенін біледі, бірақ сені үйге жібере салды ма?
Ол Гүлжанның қолынан ұстап, ендеше біз енді шу шығарамыз, деді. Сол күні-ақ Нағима тәуелсіз жаңалықтар порталында істейтін журналист құрбысына хабарласты. Жағдайды түсіндіріп, УЗИ суреттерін және ауруханадан берілген қағаздарды көрсетті. Журналист таңғалысын жасыра алмады. Олар іштегі нәрсенің өсіп бүлкілдеп тұрғанын көре тұра, үйіне жіберген бе? Және мұны психологиялық ауытқу деді ме? Бұл туралы бүкіл ел білуі керек. Келесі күні мақала жарық көрді. 54 жастағы әйел ішіндегі қозғалысты сезет, бірақ аурухана көмектен бас тартты. Дәрігер оны бәрі басында дейді. Мақалада зерттеу қорытындылары мен видеолар жарияланды. Видеода Гүлжан: егер мен ішімдегі мына нәрсемен өліп кетсем, ең болмаса, жұрт менің көмек сұрағанымды білсін деп жылап тұрды. Видео лезде тарап кетті. Мыңдаған пікірлер жазылды. Бұл қылмыс қой, Алла шипасын берсін, ол жеңіп шығады. Гүлжан әлеуметтік желі қолданбайтын. Бірақ Нағима көрсеткен видеоны көріп диванда отырып жылады. Мен бүкіл елге көрінгім келмеп еді, тек көмек қажет болды. Нағима оны құшақтап, енді бүкіл ел сені естіді, сен жалғыз емессің деді. Сол күні кешке аурухана әкімшілігі мәлімдеме жасап, Гүлжанды қайта тексеруге шақырды. Енді олар қорықты. Ал бұған дейін мен қорыққан едім, деді Гүлжан дауыспен. Ауруханаға қайта келгенде оған мүлдем басқаша қарады. Енді ол қоғамдық резонанс тудырған науқас еді. Оған қызыл білезік тағып, жоғары қауіп тобына жатқызды. Көп ұзамай компьютерлік томография жасалды. Гүлжан қорқынышпен аппаратқа жатты. Зерттеу кезінде маман суретке қарап, түсі бұзылып, әріптесін шақырды. Кезекшіні шақырыңдар, мұнда ерекше бірдеңе бар. Дәрігерлер Гүлжанның ішінде 20 сантиметрлік қан тамырларымен торланған, оның денесінен нәр алып жатқан тірі масса бар екенін айтты. Бұл кәдімгі ісік немесе киста емес еді. Бұл 30 жыл бұрын құрсақта қалып қойған эмбрионалды ұлпалар болуы мүмкін. Олар ондаған жылдар бойы ұйықтап жатып, кенеттен қайта өсе бастаған деп түсіндірді дәрігер. Гүлжан егіліп жылады. Бұл менің балам ба? Мүмкін Құдай мен жоғалтқан нәрсені сақтап қалып, енді есіме түсіріп жатқан шығар. Операция тағайындалды. Гүлжан ота алдында Құдайдан кешірім сұрап, жалбарынды. Ота кезінде хирургтар таңғалысты. Мұндай жағдай ешбір оқулықта жоқ. Бұл масса Гүлжанның ішкі мүшелерімен, бауырмен, жатырмен тұтасып кеткен еді. Қатты қан кету басталып, дәрігерлер оның өмірі үшін күресті. Массаның бәрін алып тастау мүмкін болмады, өйткені ол өмірлік маңызды артериялардан нәр алып тұрған тірі құрылым еді. Отадан кейін Гүлжан есін жиғанда Нағима бәрін айтып берді. Демек, ол әлі менің ішімде ме? Деп сұрады Гүлжан. Иә, бір бөлігі қалды. Енді сен әрі қарай күресуді немесе берілуді шешуің керек. Гүлжан көзіне жас алып, мен енді қашпаймын. Егер Құдай маған оянуға мүмкіндік берсе, мен бәрін басынан бастап айтып беремін, деді. Сөйтсе, Гүлжан 17 жасында ешкімге айтпай жүкті болған екен. Ескі сарайда жалғыз босанып, баласы шетінеп кеткен соң, оны өз қолымен жерлеген. Содан бері ішіндегі ауырлық пен кінә сезімін 30 жыл бойы арқалап келген. Дәрігерлердің қорытындысы бойынша бұл литопедион, тасқа айналған ұрық. Ол 30 жыл бойы ішінде өлі баланы көтеріп келген, ал қазіргі ауырсынулар сол ескі жараның қайта жаңғыруы еді. Оқиға соңында Гүлжанның анасы да бұл шындықты естіп қатты күйзелді. Гүлжан енді жалғыз емес еді. Ол өз ішіндегі тасты ғана емес, жанындағы кінә тасын да түсіруді бастады. Гүлжанның емі жалғасып, дәрігерлер оның денесінде 30 жылдан астам уақыт бойы тасқа айналған ұрықтың қалай сақталғанын зерттеп жатқанда, аурухана дәлізінде таныс бейне көрінді. Бұл 72 жастағы Бәтима, Вера апа еді. Ақ шашты, жанары мұңға толы қарт ана қолына ескі хаттар мен конверт ұстап, қызының палатасына жақындады. Ол Нағиманы көргенде: мен бұдан ары қаша алмаймын, қарағым. Мен оның анасымын, деп егілді. Гүлжан терезеге қарап отырғанда, бөлмеге бала күннен таныс лаванда иісі енді. Гүлім деген дауысты естігенде Гүлжан селт ете қалды.
Ана мен баланың арасында 37 жылдық үнсіздік пен түсініспеушілік жатты. Кешір мені, қызым. Мен сені жаңалықтардан көрдім. Қасыңда болуым керек ет, деді Бәтима апай төсек шетіне отырып. Мен бәрін білдім. Сып кезде ішіңді байқадым, бірақ көрмегенсіп жүре бердім. Саған да өзіме де, мына әлемге де ашулы болдым. Гүлжанның дауысы дірілдеп. Неге, анашым? Мен болғаны жас қыз едім ғой, маған сенің көмегің керек ет, деді. Анасы конвертті ашты. Ішінде ескі суреттер мен күнделік үзінділері бар екен. Әкең тым қатал болды, ал мен қорқақ едім. Сен сол күні сарайдан түрің бұзылып оралғанда бірдеңе болғанын сездім. Бірақ сұраудың орнына сені жалғыз қалдырдым. Екеуі құшақтасып ұзақ жылады. Бірнеше күннен кейін дәрігерлер Гүлжанды тағы бір ота күтіп тұрғанын айтты. Оның ішінде әлі де бір нәрсе өсіп жатқан еді. Бұл жолы тератома деп аталатын сирек кездесетін ісік екені анықталды. Таңғаларлығы, сол ісіктің ішінен кішкентай ұрықтың қалыптасқан мүшелері, тістері, қабырғалары мен шаштары табылды. Гүлжанның денесі сол бір сәбиді 30 жыл бойы жібергісі келмей, іштей қорғап келгендей еді. Ота сәтті өтті. Гүлжан есін жиғанда дәрігер Сергей Петрович. Гүлжан Иманқызы, сіздің денеңіз тек ауруды емес, естелікті де сақтап келген. Біз бәрін тазаладық, деді. Гүлжан тынышталған күйде. Демек, ол шынымен менің балам болғаны ғой, деді. Иә, солай. Нағима бұл оқиғаны әлеуметтік желіде жариялап, бүкіл ел Гүлжанның тағдырына бейжай қарамады. Жүздеген әйелдер өздерінің жасырын сырларын айтып Гүлжанға қолдау білдірді. Тіпті ауруханада Гүлжан жобасы атты әйелдерге психологиялық және медициналық көмек беретін орталық ашылатын болды. Үйіне оралған соң Гүлжан шіркеудің артындағы төбеге шықты. Ол қолына кішкентай ағаш крест пен баяғы Узи суретін алған еді. Мен оған Ғабиден, Гавриил деп ат қойдым, деді ол Нағимаға. Ғабиден Құдайдың күші деген мағына береді. Ол сол жерге естелік белгісін орнатып. Сен болдың балам. Мен енді мұны ешқашан жасырмаймын, деп сыбырлады. Көп ұзамай Гүлжанға 1989 жылы оны алғаш қабылдаған, бірақ кейін жұмыстан шеттетілген дәрігер Елена Михайловнадан хат келді. Ол Гүлжанның ауруын сол кезде ақ сезгенін, бірақ басшылықтың оны жынды деп атап, шындықты жауып тастағанын мойындады. Гүлжан енді жалғыз емес. Ол 30 жылдық үнсіздікті бұзып өзін де, анасын да кешірді. Оның оқиғасы тек медициналық құбылыс емес, шынайы сенім мен рухтың жеңісі болды. Өз көзіммен көрдім. Сіздің жатырыңыздағы құрылым өте сирек кездесетін жағдай еді, бірақ ол қиял емес болатын. Гүлжан басын изеді. Көз жасы тоқтаусыз ағып жатты. Мен бұдан былай әділдік іздемеймін. Мен тек өзімнің қателеспегенімді білгім келді. Сіз ешқашан қателескен жоқсыз. Сіз тек жалғыз қалдыңыз. Олар бірнеше минут бойы үнсіз құшақтасып тұрды. Бұл құшақ жазылу үшін ондаған жылдар қажет болған жараның соңғы мөрі іспеттеседі. Үйіне оралған соң Гүлжан кітап жазуды ұйғарды. Оны ешкім көрмеген сәби. Шынайы оқиға деп атады. Мұны ақша табу үшін емес, осындай ауыр жолдан өткен басқа елдерге, әлемдегі басқа Гүлжандарға естелік қалдыру үшін жасады. Кітап жарық көргенде таңғажайып жағдай орын алды. Мыңдаған әйелдер. Мен мұндай жағдай тек менің басымда ғана деп ойлаушы едім. Мен өзімді жындымын деп есептедім. Сіз маған шындықты айтуға батылдық бердіңіз, деп хат жазды. Дәл сол сәтте Гүлжан өзінің бастан кешкен қасіреті үлкен бір миссияға айналғанын түсінді. Кітаптың соңғы тарауында ол былай деп жазды. Дәрігер көрді, әйел сенді, бірақ әлем көзін жұмды. Бүгін менің тағдырым үнсіздіктің емдемейтініне, уақыттың ештеңені өшірмейтініне, тек шындықтың ғана азат ететініне дәлел. Сол күні ауыл алаңында кітабының таныстырылымын өткізіп жатып, ол тіпті ең қатал деген адамдарды жылататын сөздер айтты. Мен сәбиімді жерледім, иә. Бірақ сонымен бірге бойымдағы ұятты, кінәні және күмәнді де бірге көмдім. Ал бүгін мен шындықты айтуға батылдық тапқан әрбір әйелмен бірге қайта туып жатырмын. Егер сіз осы жерге дейін оқып, бұл хикая жүрегіңізді тебірентсе, дәл қазір шындық деп жазып кетіңіз.
Мұны естуі тиіс адамдармен бөлісіңіз. Лайк басып арнаға жазылыңыз және хабарландыруларды қосып қойыңыз, өткен алда бізді әлі талай әсерлі оқиғалар күтіп тұр. Егер сіз сенімнің ауырсынуды үмітке айналдыра алатынына сенсеңіз, пікірге мен Құдайға сенемін деп жазыңыз. Сіз жалғыз емессіз.